Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. 10 балдық бағалау шкаласына ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында біздің қазақ халқының ұлттық аспабы домбыра аспабын пайдалануға болады. Домбыраның суретін мына секілді қиып алып, одан кейін мынандай тиектерін қырқып аласыз. Онан соң бұның қырыққан кезде былай етіп ойып болған соң ортасындағы ақты ойып тастамаймыз. Мінекей арқасында жылжымалы етіп, міне сырғытып бағалау шкаласын қолдануға болады. Мінекей мынау жылжытып отырасыздар. Мінекей. Ал мына жерге оқушының аты жөнін жазып қойсаңыздар болады. Өшіріп қайта қолдануға да әбден болады. Мінекей өте әдемі, оқушылардың қызығушылығын арттырады деп ойлаймын. Егерде бұл домбыраның шаблондары қажет болса, мен төменге номер қалдырамын, сол номерден сұрасаңыздар беремін.